Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы әлемдік жазу мәдениетінің реформаторы. Сабақтың мақсаты шығармадан үзінді тыңдау, көтерілген мәселені анықтап, өз пікірін білдіру. Оқылым жазылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Қазақ тіліндегі дыбыс жүйесінің арнайы зерттеп, әліпби құрастырған қазақтың алғашқы фонологы Ахмет Байтұрсынұлы. Ол қазақ тіл білімінің негізін қалаған ғұлама. 1905 жылдан бастап араб таңбасының негізінде қазақтың ұлттық әліпбиін жасады. Сөйтіп, Ахмет Байтұрсынұлы 24 әріптен тұратын жаңа әліпби түзді. Ахмет Байтұрсынұлының реформалаған жазуын түркі жұрты ең озық жүйе деп таныса да, кеңестік саясат латын жазуын насихаттап, түркі халықтарына латын жазуын қабылдатты. 1929-1940 жылдар аралығында халқымыз латын графикасы негізіндегі әліпбиді пайдаланды. Ал 1940 жылдан бастап қазіргі қолданыстағы кирилл қарпіне негізделген әліпби қолданылып келеді. Қазіргі кезде қоғамда латын әліпбиіне көшу мәселесі көтерілуде. Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Түркменстан сияқты туысқан халықтар латын әліпбиін қолданады. Дүниежүзілік ақпараттық жүйеде латын әліпбиінің орны үлкен. Сондықтан латын әліпбиіне көшу мәселесі шешімін табуы тиіс. Әлемдегі қазақтар араб, латын, кирилл таңбаларына негізделген әліпбиді қолдануда. Осы тұрғыдан келгенде, ортақ әліпби халқымыздың өзара түсінісуіне оң ықпал етпек. Бағалау кестесі. Мәтінді тыңдайды, оқиды, 1 ұпай, конспект жазады, 2 ұпай, мәтінге тақырып қояды, 1 ұпай, мәтін мазмұны бойынша жоспар құрады, 2 ұпай. Айтылым тапсырмасы. 8-ші тапсырма. Порталас досың екеуің мәтіннің мазмұны бойынша диалог құрыңдар. Бағалау кестесі. Диалог құрады, 2 ұпай. Мәтіндегі негізгі мәселе қозғалады, 1 ұпай. Сөйлеу барысында орфографиялық нормалар сақтайды, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.